Менің атым Жәмила, жасым 73-те. Ақтаудың шағын ауданында туып өстім. Әке-шешемнің жалғыз ерке өскен қызымын. Сіздерге қартайған шағымда жалғыз тұрудан шаршап, өзіме шал іздегенім туралы оқиғамды бөліспекшімін. Күйеуімнің жаназасы өте салысымен 70 жасымда бір шалмен бірге тұра бастадым. Бірақ 8 айдан кейін мұндай қадамға бармауым керек еді-ау деп қатты өкіндім. Жалғыз тұратынымды естіген жұрттың көбі маған бір түрлі аянышпен қарайды. Білесіздер ғой, ондай көз қарасты. Бейне бір жазылмайтын дертке шалдыққанымды өзім әлі білмей жүргендей қарайды. Көрші әйел шарбақтан сығылып, түнде жалғыз жатуға қорықпайсың ба деп сұрайды. Дүкендегі жас қыз бір адамдық азық-түлікке ақша төлеп жатқанымды көріп, күрсініп қояды. Алыстағы туыстарым телефонмен сөйлескенде, қарттар үйіне бару туралы ойланбайсың ба? Мына жасыңда жалғыз тұру қиын ғой, деп сыр тартып сұрайды. Мен олардың бәріне күлімсіреп, менде бәрі жақсы деймін. Ал олар, бейшара, сыр білдірмей мықты болып көрінгісі кеп жүрау, жалғызбын деп мойындауға намыстанып тұр ғой, дегендей бас изейді. Сонымен айналайындар, бүгін мен сендерге қартайғанда тапқан махаббат деген әдемі ертегілердің артында жасырылған нағыз шындықты айтып берейін. 70-ке толғанымда әлгіндей аянышты көз қарастарға шыдамай жұрттың менен күткенін жасадым. Өзіме өмірлік серік тауып алдым. Айналамдағылардың бәрі мәз болды. Жалғыз қызым бар. Күйеуге шығып балалы шағалы болып, тату-тәтті өмір сүруде. Сол сәтте мен шалмен тұрып жүргенімді естіп, қызым құшақтап, қандай керемет, жарайсыз, деді. Құрбыларым қонаққа келгенде, сен осы бақытқа лайықсың деп сыбырласты. Көрші әйелдер келіп, махаббат жасқа қарамайды деп жатты. Бәрі менің батылдығымды, жүрегімді қайта ашып, берілмегенімді мақтап жатты. Ал мен болса жымиып, ақыры ел қатарлы дұрыс өмір сүретін болдым-ау деп ойладым. Бірі қазір мен қарттық шақтағы махаббат туралы әдемі мақалаларды жазыла бермейтін шындықты айтайын. Сол кісінің қасында мен өзімді сондай жалғыз сезіндім. Бос үйімде жалғыз өзім тұрғанда, мұндай жалғыздықты ешқашан сезінген емеспін. Бұл мүлдем басқа, қорқынышты, адамды қажытатын үнсіз жалғыздық еді. Қасыңдағы адаммен бір көрпені жамылып жатсаң да қашып құтыла алмайтын, бойыңдағы соңғы күш-қуатыңды сорып алатын жалғыздық еді бұл. Ал өзің болсаң, құрбыларыңа күлімсіреп, бәрі керемет деп өтірік айтасың. Өйткені шындықты айтсаң, бәрібір сенбейді. Егер осы оқиғамды соңына дейін тыңдасаңыздар, менің қазір неге жалғыз екенімді және өз үйімнің тыныштығын әлемдегі ешбір еркектің мықты иығына айырбастамайтынымды түсінесіздер. Өйткені осы 8 айдың ішінде өзім туралы түсінген дүниелер мені өткен 70 жылдық өмірімнен де қатты өзгертті. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені жалғастырмас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қанша екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп рахмет. Ал мұның бәрі әлгі Бердібекпен таныспас бұрын, одан 2 жыл бұрын күйеуімді жерлеген күні басталған еді. Ол кезде жасым 68-де болатын. Ауру оны жартақ жылдың ішінде алып кетті. Ең алғашқы қорғынышты рентген суретінен бастап, аурухана палатасындағы соңғы деміне дейін бар жоғы 6 ай өтті. Мен әлі күнге дейін кейде түнде оянып кетіп, 40 жылдан астам бірге тұрған адамның өмірі осы бір қып-қысқа қоштасу ойларына қалай сыйып кеткеніне сене алмаймын. Жаназа біткеннен кейін біздің үйдің төбесі сондай биік екенін өмірімде бірінші рет байқадым. 40 жыл бойы оған мән бермеппін. Кіреберіске кіргенім сол еді. Өз қадамдарымның жаңғырығын естідім. Үй тым үлкен, ас үй тып-тыныш, ал жатын бөлме бір адамға тым кең болып көрінді. Шайнекті қойып, әдеттегідей 2 кесені қатар алам. Түскі асты да 2 адамға арнап жасаймын.
Сосын қарсы алдындағы ешкім тиіспеген тамаққа ол әбден суып қалғанша қарап отыра беретінмін. Бөлмеде біреудің дауысы шығып тұрсын деп, теледидарды қосып қоямын да, жаңалықтардың күңкілдеген даусымен ұйықтап кететінмін. Өйткені тып-тыныш кезде жүрегімнің дүрсілі құлағыма қатты естіліп, ұйқы бермейтін. Бірақ ең қиыны жексенбі күндері еді. Жексенбі күні біз үшін қасиетті күн болатын. Біз ұйқыдан кеш тұратынбыз. Ол кәуіп пісіретін, мен самаурынға шай қайнататынмын. Дастархан басына отырғанда, ол газетті дауыстап оқып, саясаткерлерді ұрсып шығатын. Ал мен кәрі шал құсап күңкілдей бермеш деп күлетінмін. Міне, осының бәрі жоқ болды. Жексенбі таңнан кешке дейін жүріп өтуін керек болатын ұзыннан ұзақ бос дәліз сияқты болып қалды. Мен өмірімде ештеңеден қорықпағандай жексенбі күннен қорқа бастадым. Алғашқы жылдың қалай өткені есімде де жоқ. Екінші жылы сәл жеңілдеді. Ал сосын кішкентай ғана ғажайып оқиға болды. Айтпақшы, сол оқиға мені кейін жанама түрде Бердібекпен табыстырған еді. Бір күні базарға ет алуға барғанымда, ет базардан сол адамды көрдім. Көрген сәттен-ақ ішімде бірдеңе зірк ете қалды. Менің әкем мал соятын қасапшы болды. Еттерді бөліп сататын. Маған еттерді қалай бөлуді үйретіп, қасынан тастамайтын. Осы кісі әкемді есіме түсірген жанмен алғашқы күні-ақ таныстым. Ол кісі де менен тартынған жоқ. Қарапайым ғана көрінетін осы қадамым қарттық шағымдағы ең үлкен қателікке апаратын ұзақ жолымның бас екенін ол кезде білмеппін. Шал ақсақалды өзім қатарлас кісі екен. Үндемей қасыма келіп, ет салынған пакетті ұсынды да үндемей күлімдеп қойды. Сөйтіп, 2 жыл ішінде бірінші рет өзімді үлпілдетіп күтуді қажет ететін бейшара жесір әйел емес, жай ғана көңілі босаған адам ретінде сезіндім. Сол күннен бастап өмірім миллиметрлеп болса да қайтадан құрала бастады. Аптасына 2 рет ет базарға барып жүрдім. Алдымен сорпаға сүйектер, кейін килограмдап аз-аздан зейнет ақымның соңғы қалған ақшаға алып жүрдім. Әкемнің осыдан жарты ғасыр бұрын үйреткендерін ол адам қайта есіме түсіріп жатты. Алайда ол адамнан өзімді шектедім. Менің жасыма сай емес, қалған өмірімді жалғыз өткізем деп бел байлаған едім. Өзімді барынша зеріктірмеу үшін әр күндері өзіміздің маңайдағы 3 әйелмен бірге шай ішетін әдет таптым. Базар жақтағы кішкентай дәмханаға барып, қара шайға тапсырыс беретінбіз. Сериалдарды талқылап, күйеу балаларымызды жамандап, немерелерімізді қызықтап, қызымызды мақтан тұтатынбыз. Кейде өмірден өткен күйеулеріміз туралы сөз қозғайтынбыз. Сонда бірімізге біріміз, о сені көктен көріп қолдап жүр деген сияқты жаттанды сөздерді айтпайтынбыз. Жай ғана бірнеше секунд үндемей тұрып, сосын қайтадан күліп ойнап кететінбіз. Мен бұрын соңды пісіріп көрмеген тағамдарды жасай бастадым. Шөптер қосып, балық қуыратын болдым. Көкөністен бұқтырмалар жасадым. Бір күні тіпті алма бәлішін пісіруге белі болып, оны күйдіріп алмай шығардым. Өмірімнің өз ырғағы пайда болды. Таң менікі, күн менікі, кеш менікі. Сағат 10-да жатсам да түн ортасына дейін кино көрсем де, көрші бөлмеден ешкім ыңылдап сөге қоймайды. Жарты күн үндемей отыра берем. Немесе ескі әндерді қосып алып, ас үйде дауыстап қосылып шырқайым. Бұл 40 жыл бұрын күйеумен сол ас үйде жоспарлаған өміріміз емес еді. Бұл кішірек, тынышырақ, қарапайымда өмір. Бірақ ол менікі. Және мен онда өзімді бақытты сезіне бастаған едім. Білесіз бе, әйел өмірінің осындай тыныш күзгі шағындағы ең қорқынышты нәрсе не? Ол айналадағылардың сізге жақсы екеніне ешкімнің сенгісі келмейтіні. Олар сіздің сабырлы жымайсыңызды көріп, оның артында маска бар деп ойлайды. Сіздің бәрі жақсы дегеніңізді естіп, оның астарында маған көмектесіңдерші деген өтініш жатыр деп түсінеді. Бір күні бейсенбіде өз қызым менің кірпіштен кірпіш қалап тұрған сол тыныштығымның талқандалуына түрткі болды. Бұл оның үйіндегі кәдімгі отбасылық кешкі ас кезінде болды. Мен
немереме қара суға көмектесуге барған едім. Тамақтанып отырмыз. Қызым тамақ құйып жатыр. Кенет ожауын қоймастан ақырын ғана: «Мама, саған бір еркек шал керек», деді. Мен басында естігеннен есеңгіреп қалдым. Қасықты қойып, оған қарадым. «Не?» деймін. «Саған бір шал керек», деп қайталады ол дауыстап. «Бұлай өмір сүруге болмайды, мама. Күні бойы жалғызсың», деді. Мен оған жуырда ғана өзім түсінген жайтты түсіндіргім келді. Жалғыз тұру, мен жалғыздықтан қиналу екі бөлек дүние. Менде үйім бар, далада қалғаным жоқ, құрбыларым бар, көршілермен бақшам бар. Мен ақыры өзімді ести алатын дәрежеге жеттім. Ал бұл өзіңмен жұмыс істеу түсінесің бе? Ол тыңдап отырып, басын шайқатты. «Мама, бір күні өзіңе қиын болады. Бұл жай ғана күнделікті өмірің. Ал саған қасыңда тірі адам керек. Мен сенің қасыңда үнемі болмайым. Жұмысым бар, бала-шағам бар. Сен тағы да осы үлкен үйде жалғыз қаласың. Мен сені кешке біреу күтіп отырса екен деймін. Біреудің сенен қалай ұйықтадың деп сұрағанын қалаймын», деді қызым. Мен оған бұл нәрседен қорықпайтынымды, үйреніп қалғанымды, менің жасымда қалай ұйықтадың деген сұрақтан гөрі тыныштықтың маңыздырақ екенін айтқым келді. Бірақ ол маған сондай аянышпен қарады, тіпті тамағыма өксік тығылды. Сол кеште үйіме ауыр оймен қайттым. Бір аптадан кейін көшеде құрбым жолға кетті. Құрбым менен 5 жас үлкен, бірақ энергиясы жас қыздай. Бір күні бір жайында көрісіп қалдық. Қолымнан тартып шетке шығарды да құлағыма сыбырлады: «Сен неге өзіңді тірідей көміп жатырсың? Жасың небәрі 70-те, әлі жассың ғой. Осыншама жақсы еркектер екінші жартысын іздеп жүргенде жалғыз отырғаның күнә ғой», деді. Мен қарсы сөз айтпақшы болып аузымды аштым, бірақ ол қолын бір сілтеді. «Дауласпа. Көзіңнен ақ жаныңның жайсыз екенін көріп тұрмын. Бұлай болмайды ғой», деді. Ең қорқыныштысы не болды дейсіз бе? Сол кезде үйге қайтып келе жатып, ойымда бір сұрақ мазалады. Ал егер олардікі рас болса ше, мүмкін маған шынымен де қиын шығар, жай ғана байқамай жүрген шығармын. Мүмкін мен мықты емес, тек қорқақ шығармын. Мүмкін менің тыныштығым жайлылық емес, өмірден қашудың бір тәсілі ме? Кешкісін кітап оқып отырып, маған шынымен жақсы ма? Мүмкін қызымдікі дұрыс шығар, деп өзімнен сұрайтын болдым. Басқалардың бойыма еккен осы бір тыныш ішкі дауыс кез келген нағыз жалғыздықтан да қауіптірек болып шықты. Бірнеше аптадан кейін ол мені бір шешімге әкеліп тіреді. Содан кейін телефоныма бір қосымша жүктеп алдым. Осы сәттен бастап өмірім мен ойламаған жаққа қарай құлдилап түсті. 70 жасымда түнде ас үйде халатпен отырып, дірілдеген қолмен зейнеткерлерге арналған танысу сайтына сауалнама толтырып жаттым. Өзімді бір жеркенішті нәрсе жасап жатқандай ұялып отырмын. Құрбым бұл қосымшаны кеңес еткен. Жиені осы арқылы 65-те күйеу тауып алды. Қазір тату-тәтті тұрып жатыр, деген еді. Атын қағазға жазып берді. Ол қағаз 3 күн шәйнектің астында жатты. Мен оны көрмегенсіп жүрдім. 4-ші күні шыдамай, үстелге отырып, көзілдірігімді киіп, қосымшаны аштым да, ештеңе түсінбейтін доқтым. Фотоны қалай жүктеуді, фотоны қайдан алуды, өзіңіз туралы айтыңыз деген жерге не жазуды білмедім. 3 күн кеш бойы телефонды ұстап отырып, күйеуімді жерлеген күннен де дәрменсіз сезіндім. Ақыры көршімнен сұрадым. Оның программист немересі жарты сағатта менің алма ағаштарымның фонында түскен қалыпты фотоны жасап берді. Сауалнаманы 1 апта жаздым. Жесірмін деген сөзді өшіріп тастадым. Ол үкім сияқты көрінді. Тамақ пісіргенді ұнатам деп жаздым. Сосын оны да өшірдім. Үй қызметшісін жарнамалап жатыр деп ойлап қалар деп қорықтым. 2 адам арасындағы байсалды қарым-қатынасты іздеймін деп жаздым. Сосын оны да өшірдім. Қорқынышты көрінді. Ақыры қолмен жұмыс істегенді және ұйықтар алдында кітап оқығанды ұнататыным туралы жалпылама сөздер қалдырдым. Жариялау батырмасын басып, телефонды өшіріп тастадым. Бейне бір
қараңғы бөлменің есігін жапқандай болдым. Ертесіне таңертең телефонды қосып, есім шығып кетті. 47 хабарлама. 47 ер адам бір түнде маған жазыпты. Сол кезде мен күтпеген жағдай болды. Ішімде бірдеңе зірк етті. Басым айналған жоқ. Денеме тоқ жүгірген жоқ. Жоқ, жай ғана ұзақ уақыттан бері бірінші рет өзімді әже, ана, жесір емес, жай ғана әйел ретінде сезіндім. Біреудің маған қарап, менімен сөйлескісі келетін әйел. Осы сезімнен 1 минуттың ішінде менің таңғы қуанышым, сейсенбідегі самауырмен шай ішуім ұмытыла бастады. Мұның бәрі сол 47 хабарламаның қасында мардымсыз болып көрінді. Оқи бастадым. Көбісі түкке тұрғысыз. Біреулері бірден үйіне шақырады. Біреулері құлағым қызарып кететін комплименттер жазады. Біреулері өлең жолдарын жібереді. Осының бәрінен көңілім қалып жатқанда бір хатқа тап болдым. Қысқа, сабырлы, леп белгісіз. Соңында қарапайым қолтаңба. Бұл мен, Бердібек, ет базардағы. Сен сол әйелсің бе? Деген. Неге екен білмеймін. Профилін аштым да көз алмай қарап қалдым. Фотосуретте кітап сөрелерінің алдында ақ жейде киген өзім қатарлас ер адам тұр. Шашы ағарған, қысқа сақалды, өмірінде көп күлген адамдарға тән көз айналасындағы әжімдері бар. 68 жаста, бойдақ депті. Сипаттамасында кітапхананы жақсы көретінін, сол жерде ерікті болып жұмыс істейтінін, немерелерін ұзақ серуендеуді жақсы көретін жазыпты. Мақтаншақтығы жоқ, көлігімен немесе ет базарда түскен суреттері жоқ. Оған сәлеметсіз бе Бердібек, жазғаныңызға рахмет, деп жауап бердім. Иә, бұл мен, сол әйел. Есімім Жәмила, дедім. Ол 1 сағаттан кейін жауап қайтарды. Сөйтіп, хат алмасу басталды. Алдымен күніне 2 хат, кейін 10 хат. Сосын телефонды дәретханаға дейін алып жүретін болдым. 1 аптадан кейін телефонмен сөйлестік. Дауысы керемет екен. Сабырлы, жуан, тыңдай біледі. Содан сөйлей бергім келіп тұрды. Жұмысы туралы, ет базар туралы айттым. Ол күліп, бала кезде әкеме мал союға көмектескем деді. Күйеуім туралы айттым. Ол үндемей тыңдады. Сөзімді бөлмеді. Ол өз әйелі туралы айтты. Оның 3 жыл бұрын өмірден өткенін айтқанда дауысы дірілдеді. Мен қараңғы үйде онымен бірге жыладым. Күніне 2 сағат сөйлесетінбіз. Қабырғаға қарап жымиып отырғанымды өзімде байқамай қалатынмын. 2 айдан кейін кездесуге шешім қабылдадық. Ол көрші ауданда тұрады екен. Үйінің қасындағы кішкентай дәмхананы таңдадық. Түн ортасына дейін шкафты ақтардым. Көкжейдем қартайтып көрсеткендей, қоңыр түстісі тым көріксіз сияқты. Ақыры күйеуімнің кезінде киген сүйікті жейдемді киіп бардым. Бердібек терезе жанындағы үстелде отыр екен. Мен кіргенде орнынан тұрып, орындығымды жақындатты. Менен сұрамай-ақ шаймен бәліш тапсырыс берді. Өйткені біз телефонмен 100 рет нені жақсы көретінімізді талқылағанбыз. Қандай зейінді адам деп ойладым. Дәмханада 3 сағат отырдық. Немерелері туралы айтып, суреттерін көрсетті. Менің әзілдеріме мені әлемдегі ең тапқыр әйел сияқты етіп күлді. Үйге қайтып бара жатқанда жолға қарап жымиып келе жаттым. 2 жыл ішінде бірінші рет, мүмкін қызым мен құрбымдікі дұрыс шығар, мүмкін мен сол тыныштығыма жабысып, қателік жасаған шығармын. Мүмкін өмір маған екінші мүмкіндік беріп жатқан шығар, деп ойладым. Бердібекпен бірге өткізген алғашқы 3 ай түсімде өткендей болды. Аптасына 1 рет кешкі ас, күндізгі серуендеу. Мен ақыры жексенбіден қорқуды қойдым. Таңғы шайымды бірге ішетін адамым пайда болды. Өзімнің кеште болса келген бақытымды таптым деп сеніп қалдым. Ал кейін бір бейсенбіде мен бір кішкентай жайтты байқадым. Ол бірінші жолы күдіктендірмегенмен, екінші жолы кеудемде әлі түсінбеген бір ауырлықты сездірді. Бірде таңертең оянып кетіп, жеке телефонымның өзі маған қорқыныш ұялатынын түсіндім. Бұл мен естігім келмеген алғашқы қоңырау еді. Барлығы қарапайым нәрседен басталды. Бердібек маған таңертең хабарласатын болды. Жай ғана қайырлы таң тілеп,
қалай ұйықтадың деп сұрау үшін. Кейін түскі ас кезіндегі қоңырау қосылды. Не жедің, не істеп жатырсың, шаршамадың ба? Деген сияқты. Сосын кешкісін ұйықтар алдындағы қоңырау. Басында қуанатынмын. Міне, кітаптарда жазылатын нағыз қамқорлық деп. 40 жылдан астам күйеуім болды. Бірақ ол да күніне 3 рет хабарласпайтын еді. Оның маған қымбат екенімді көрсететін басқа да жолдары бар еді. Бірақ Бердібек хабарласа беретін. Ал мен өзіме, бұл сол айналадағылардың бәрі тілеген баяғы кеш келген махаббат қой, деп сендіретінмін. Бірақ көп ұзамай бір жағымсыз нәрсені байқадым. Егер телефонды бірінші қоңырауда-ақ көтеріп үлгермесем, 1 минуттан кейін қоңырау қайталанатын. Егер қайта соққанына да жауап бермесем, қайдасың, ойымдап жатырмын, неге көтермейсің, деген хабарлама келетін. Бір құдды жас жігіт сияқты. Бірде базарға келген едім. Сол жақтағы дәмханаға бардым. Қолымда азық түлік толы бар. Оны көріп кеттім келді. Бір хабарласқанымды көтермеді. Сосын 40 минуттан кейін телефон соқтым. Тұтқаның ар жағынан бұрын соңды естімеген үнді естідім. Дауысы түзу сияқты. Бірақ сөздердің ішінде суық бір дөрекілік бар. Саған бірдеңе болып қалды ма? Деп ойладым. Тіпті өзіңе баруға жиналып жатыр едім, дедім. Ол үндемеді. Тұтқаны қойып біраз ойландым. Үйге келіп, біраз уақыт тұрып қалдым. Неге кеудемнің бұлай сыздап тұрғанын түсінбедім. Бірде құрбыларымен жиналып шай ішіп отырдым. Құрбым, мені осыған итермелеген сол құрбым Бердібек шалмен қалай екенімді сұрады. Мен күлімсіреп, бәрі керемет деймін. Сол сәт қарасам, телефоным болса үстел үстінде тынымсыз дірілдеп жатыр. Бір жіберіп алған қоңырау, кейін 2, 3, 4. Телефонымды экранымен төмен қаратып қойдым да, құрбымның жаңа келіні туралы әңгімесін тыңдауға тырыстым. 1 сағаттан кейін қайта соқтым. Естігенім мынау болды. Түсінбейм. Жәмила, сен мені сыйлайсың ба өзі? Мен саған кіммін? Кездейсоқ таныспын ба? Дегенде кеудем қысылып қалды. Дәл бір ұрлық үстінде қолға түскендей болдым. Ақталуға кірістім. Құрбылармен болдым. Алдын ала ескерткенмін. Бірден көтере алмадым дедім. Сол сәтте өзімді сырттан бақылап тұрғандай болдым. 70 жастағы әйел 1 сағат құрбылармен болған үшін айдаладағы шалға ақталып тұр. Тұтқаны қойдым да экранға ұзақ қарап тұрдым. Өміріме бұл жат сезім, кінә сезімі қайдан қалай кіріп келгенін түсінбедім. Өйткені шын мәнінде ешқандай кінә жоқ еді. Сол күннің кешінде болмаған кінәмді жуып шаю үшін мүлдем қаламаған нәрсеге келістім. Сол кештен бастап өзіме әлі күнге кешіре алмайтын нәрселер басталды. Қаттырақ жоқ деп айтуым керек жерде иә дей бастадым. Бердібекпен демалыс күндерімізді бірге өткізуді шығардық. Әр сенбі сайын бір жоспар. Біресе қызының саяжайына барамыз, біресе көрші қаладағы жәрмеңкеге, біресе газетте жазылған жаңа мейрамханаға, біресе оған жейде таңдау үшін сауда орталығына. Үйде қалайын деген әрбір ұсынысым бір ғана сөйлемге соқтығысатын. Оны ақырын, мұңлы, ренішті көзқараспен айтатын. Сен не, Жәмила, мені сағынбадың ба? Мені көргің келмей ме? Біз енді бірге боламыз деп ойлап едім, деп отыратын. Мына бір қысқа сөйлем кез келген құлыптан мықты жұмыс істейтін. Өйткені не жауап берерімді білмейтінмін. Иә, көргім келмейді, күнде емес, деп айта алмайым. Менің жасымдағы кемпірге қимылдамай шай ішіп, дем алып жату, ешкім арқамнан тыныстап тұрмайтындай етіп, жалғыз отыру керек, дей алмайым. Сенбі, маған арналған дүкендер марафон емес, кішкентай жеке демалыс екенін айта алмайым. Бұның бәрі қатыгез, жүрексіз, өзімшілдік көрінетін. Сөйтіп оған келісіп, иә деймін. Барамын, жүремін, қызына, күйеу баласына, көршілеріне күле қарайым. Түнде үйге оралғанда дәл бір сығылған шүберектей болып келетінмін. Жол жүргеннен кейін белім сыздап ауыратын. Сейсенбідегі құрбылармен ішетін шайды да қойдым. Басында бас тарттым. Кейін ортақ чатқа жауап бермейтін болдым. Сосын құрбыларым шақырмайтын болды.
Ең қорқыныштысы не дейсіз бе? Айналамдағылардың ешқайсысы бұдан жаман ештеңе көрген жоқ. Қызым менің ақыры толыққанды өмір сүріп жатқаныма қуанды. Құрбым кездескен сайын, өзіңнің кеш келген бақытыңды құрып алғаның қандай жақсы, деп сыбырлайды. Көршім Бердібектің көлігін қақпамның алдынан көргенде көзімен ишара жасайды. Бәрі мәз, менен басқасының бәрі. Өзімді іштей тыныштығымнан айырылғанымды сездім. Бұрын жарты күн өз-өзіммен үндемей отыра беретінмін. Маған сондай жақсы еді. Енді басымда үздіксіз ішкі ой мазалайды. Оған не айту керек? Қалай түсіндіру керек? Егер мен осылай істесем, ол не ойлайды? Егер бұлай істесем, ол не сезінеді? Әр қимылымды менің өз даусымның орнын басып алған сол көрінбейтін адаммен салыстыратын болдым. Бір күні бейсенбіде газдың қасында сорпа араластырып тұрғанда, қараңғы терезеден өзімді көріп қалдым да, бұл кемперді таныған жоқпын. Көз қарасы шаршаңқы, иығы салбыраған, бұрын өзімнен байқамаған бір кінәлі жымиысы бар еді. Ол кезде бірнеше аптадан кейін өмірімде түнде болатын бір қоңыраудан кейін өзімді қандай батпаққа батырып алғанымды түсіне бастайтынымды әлі білмеппін. Танысқанымызға жарты жыл болғанда, телефон экранында Бердібектің аты шыққанда, иығымның қатайып, жағымның тартылатын сездім. Дәл біреу маған қол көтергелі жатқандай. Бұл бірден болған жоқ. Ішімде тамшылап ақырын өсті. Басында телефонға жай ғана баяурақ созылатын болдым. Кейін айтар алдында демді ішіме тартатын болдым. Ал бір күні кешке иығымның түсінбей жатып ақ құлағыма дейін көтеріліп кеткен байқадым. Қонақ бөлмеде түймедақ шаймен отырып, маған не болып жатқан түсінбедім. Жақын адамыңның даусына мұншалықты реакция бермеуім керек еді ғой. Күйеуімен 40 жыл ішінде бір күнде мұндай болмаған. Ал мұнда 6 айдың ішінде өз телефонымнан қашып жүрмін. Осындай кештердің бірінде менің ақыры көзімді шайдай ашқан жайт болды. Сағат түнгі 10:30 шамасы. Жатқан едім. Төсек жанындағы шам жанып тұр. Тіземе кітап қойғанмын. Мұрнымда көзілдірік, жанымда жамылғы, менің сүйікті салтым. 20 минут оқим, сосын жарықты сөндіремде, ұйқы өзі келеді. Сол сәтте телефон шыр етті. Экранға қарасам, Бердібек. Ішімде бірдеңе төмен қарай құлады. Денемнің бір бөлігі көтергісі келмеді. Жай ғана телефонды бетін жастыққа қаратып қойып, кітабымды оқуымды жалғастыра бердім. Бірақ бірден дағдылы дауыс қосылды. А егер оған бірдеңе болып қалса ше? Ал егер оған жаман болып қалса ше? Жүрегі немесе қан қысымы ма? Тұтқаны көтердім. Алло, ұйықтамадың ба? Ұйықтамағаныңа қуаныштымын. Бәрі жақсы ма? Оның бәрі жақсы еді. Ол жай ғана сөйлескісі келді. Ұлының демалыс күндері келмегені туралы, жұмысында өзгерістері өзгергені туралы, ертең дәрігерге баратыны, талдау нәтижелеріне уайымдап жатқаны, жоғарыда тұратын көршісінің теледидарды қатты қосатыны туралы айтып жатты. Мен қараңғы жатын бөлмеде жатып, құлағыма телефонды тақап, тыңдап жатырмын, қостап жатырмын, аяп жатырмын. Ол болса сөйлей береді. Бір сағат өтті. 1 сағат 20 минут өтті. Сағатқа қарадым. 12-ге 5 минут қалды. Қолым жансызданып кетті. Телефонды ауыстырып ұстадым. Біз ақыры қоштасқанда сағат түнгі 12 еді. Тұтқаны қойып, шамды сөндіріп, қараңғыда жата бердім. Сол қараңғылықта қымбаттыларым, мен алғаш рет бір қорқынышты нәрсені түсіндім. Мен шаршаған екенмін. Мен қаңырап қалған екенмін. Бұл екі бөлек сөз. Шаршағаннан ұйқы құтқарады. Ал қаңырап қалудан ештеңе құтқара алмайды. Жаттымда кеудемдегі жүрегімнің ауыр әрі бір қалыпты соғысын тыңдадым. Неге екені белгісіз. Осы түні соңғы айларда өмірімнің шетіне ысырып тастаған бір адам есіме түсті. Таңертең телефон оятты. Төсек жанынан жартылай ұйқылы күйі суырып алдым. Тағы да сол шал деп күтіп едім. Экраннан басқа атты көргенде жеңілдеп кеттім. Құндыз, менің ең жақын құрбым.
Менен 5 жас кіші. Қаланың шетінде тұрады. Менің сырымды сағаттап үндемей тыңдап отыратын құрбым. Біз күні бойы он-ақ сөз алмасуымыз мүмкін. Бірақ сол үнсіздіктен жан дүниеміз кез келген ақылдасу әңгімесінен гөрі жеңілдейтін. Тұтқаны көтердім. Амансың ба, құрбым, деді. Амансың ба, Құндыз құрбым, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Немерелерің қалай? Деп бір-бірімізге бәйек болдық. Кезінде жұмыста бірге істегенбіз. Өте тату-тәтті едік. Тыңдаш, сенбіде күн жылы болады дейді. Серуенге шығайық. Мен терміз алам, сен нанға бутербродтар жасап ал. Бұрынғыдай отырайық, деді. Сол сәтте көзіме жас келердей болып қуанышты сезіндім. Иә деп айқайлағым келді. Ойымша шкафты ашып, жеңіл күртемді алғым келді. Тыныштықты қасымдағы сол үнсіз әйел иығын аңсадым. Бірақ басымды бірден шырт ете қалды. Егер иә десем, ана шалға айту керек болады. Егер айтсам, ол менімен бірге барғысы келеді. Егер ол барса, серуенде болмайды. Оның 3 сағаттық бос әңгімесі болады. Саған бұл неге керек? Жағада отырған дұрыс ет. Мұның несі қызық? Жалықтырады ғой дейді. Маса туралы, ыстық күн туралы, құрбымның киімі оған жараспайтыны туралы пікірлер болады. Кез келген тыныштықты жеп қоятын нәрселер болады. Мен иә деп айту үшін аузымды аштым да, Құндыз, қолым тимейді, шаруаларым бар, дедім. Ол 1 секунд үндемей қалды да, жарайды, бірдеңе болса хабарласам, деді. Оның даусынан мен ең қорқынышты нәрсені естідім. Ол таңғалмады. Ол менің бас тартуларыма үйреніп кеткен екен. Тұтқаны қойып, шәйнекті қоюға ас үйге бардым. Сенбіде өзім қорыққандай, Бердібекпен бірге бардым. Ол мені қаланың шетіндегі үлкен бақша дүкеніне апарды. Ол қызының учаскесіне көшеттер таңдады. Мен 3 сағат бойы оның артынан сөрелер арасында жүрдім. Жапсырмаларын ұстап, ол маған жасминнің қай сұрпы ұнайды деп сұрағанда, басымды изей салдым. Тек бір ғана нәрсе туралы ойладым. Дәл қазір Құндыз көлдің жанында жалғыз отыр. Ал сол жер маған бұйыруы керек еді. Кешке үйге жалғыз оралдым. Күртемді шешіп, кіреберістегі орындыққа отырдым да, кенеттен ешқайда әдемі сөздерсіз қарапайым бір нәрсені түсіндім. Менің өмірім енді маған тиесілі емес. Әрбір шешімімді мен не қалаймын деп емес, ол не дейді деген сұрақпен бастаймын. Оны қатты сүйгенім үшін емес, қорқатыным үшін. Ренішті даусынан қорқам. Түн ортасына дейінгі ұзақ әңгімелерінен қорқам. Тұтқаның ар жағындағы ауыр үнсіздіктен қорқам. Кіреберісте орындықта отырып, алғаш рет өз көзіме тура қарадым. Сосын ақша туралы ойладым да тоңып кеттім. Өйткені қағаздарымды қарағанда көргенім одан кем түспейтін қорқынышты болды. Сол кеште шығындар жазылған дәптерімді аштым да жерге түсіріп ала жаздадым. Өйткені парақтың астындағы сан сондай еді. Самайым дүрсілдеп кетті. Кеш келген махаббат туралы әдемі әңгімелерде бұл туралы ешкім айтпайды. Бекерақ. Өйткені менің жасымда ақша жай ғана қағаз емес, ол сенің ауаң. Ертең дәрі сатып ала алатыныңа. Бүрсігүні қызыңа телефон соғып, қарыз сұрамайтыныңа кепілдік. Мен зейнетақымен және күйеуім екеуміз өмір бойы жинаған аз-маз жинақпен күн көрем. Бай емеспін, бірақ әрқашан жететін. Менде әр ай сайын коммуналдық қызметте тамаққа, дәріге, жаңа кітап немесе жақсы азық-түлік сияқты кішкентай қуаныштарға қанша кететінін жазып отыратын өз дәптерім болды. Ал Бердібек шалмен бірге өткен осы жарты жылда бұл дәптер сәйкеспейтін болды. Басында ұсақ түйек еді. Аптасына 1 рет, кейін 2, сосын 3 рет баратын дәмхана. Әр барған сайын 50 мың, ал үлкен шығындар 100 мың. Тәрбиелі кемпір ретінде біреуге қарап отырғандай сезінгім келмей, өз ақымды өзім төлейтінмін. Таксиге отыратын ауданға қаланың арғы шетінен барам. Таксиде отырып, май құю бекетіндегі есептегіш әлде қайда жылдам айнала бастаған байқадым.
Одан кейін туған күніне қызына беретін сыйлықтар шықты. Гүлдер, жақсы шарап, оларға құр қол бара алмайым ғой. Сосын көзім көрмеген немерелеріне, кейін оның туған күніне, отбасылық бас қосуларына. Әр жолы бұл соңғысы деп ойлаймын, бірақ ол ережеге айналып кетті. Ал кейін ол саяхат туралы әңгіме қозғап, теңізге 2-3 күнге барып қайтайықшы деді. Тым көп қаражат кетпейді, жай ғана ортаны өзгертіп қайтайықшы. Бәрі сондай әсерлі болады деді. Мен басымды изедім. Ал кешке калькуляторды алып отырдым. 2 адамға 2 күнге қонақ үй, барып қайтуға кететін жолақы, тамақ, ол таңдап қойған экскурсиялар. Бәрін есептегенде ішім удай ашыды. Бір ауыз сөз айта алмадым. Бас тартсам, ақшасын аяған сараң кемпір болып көрінем. Оны сүймейтін сияқты болып шығам. Бұл саяхат мен үшін түкке тұрмайтындай әсер берем деп ойладым. Ақыры үйімнің төбесін жөндеуге деп жинаған ақшамнан қарыз қалдым. Қыдырдық, саяхат өтті, естен кетпес естелік болды. Ол бір тиын да қосқан жоқ. Қарызым көп, кейін қайтарам деп қоя салды. Ал күзде төбеден су ақты. Ас үйдегі шелекке су тамшылап жатқан сол бір түнде төсегімде жатып, қалған ақшамды жөндеуге кететінін, келесі кездесуге қанша ақша жұмсалатынын ойша есептеп шықтым. Сонда ғана өмірімде бірінші рет үнсіз бауырлап келетін кедейлік дегеннің не екенін түсіндім. Бұрын соңды мұндайды бастан кешірмеп едім. Бірақ айналайындар, ең қорқыныштысы бұл да емес екен. Ең жаманы менің күш қуатым таусылғанда басталды. Менің жасымда ағзаң барлығын белгілі бір кестемен ғана береді. Оған өзіңнің еркің жүрмейді. Мен таңғы 6-да тұрам. Бұл ерлік емес, дағды. Шайды бір қасық қана қайнатам. Аздап сүт қосам. Сосын ас үйде немесе бақшада жүрем. Түскі 2-ге қарай әлім құриды. Физикалық тұрғыдан кем дегенде жарты сағат жатып, көзімді жұмуым керек. 5 жыл бұрынғы отадан кейін белімде бұрынғыда емес. Егер оны артық жүктесем, 2 тәулік бойы сыздап қоймайды. Ал ана шал болса, түнгі құс ұйқы еді. О кешке қарай ғана ашылады. Кешкі сағат 6-да ғана дәмханаға баруды ұсынады. Сағат 8-де қызына жарты сағатқа ғана кіріп шығайық деген ойы келеді. 9:30-да о жақта шай ішіп отырамыз. Түн ортасында сағат 11-де қаланың арғы шетінен үйге таксиде келе жатам. Шаршағаннан көзім ілініп барады. Үйге сүйретіліп жетіп, төсекке құлаған соң түнде дұрыстап ұйықтай алмайым. Түсіндіріп көруге тырыстым. Дастархан басында қолынан ұстап отырып, Бердібек, мен жас қыз емеспін. Маған ерте жату керек. Түсте демалу керек. Бұл менің еркелігім емес. Бұл менің денемнің сұранысы, дедім. Білесіздер ме, маған не деді? Менің көршімнің әйелі 82-де. Аптасына 2 рет бал биіне барады. Оның көзінен сен жалқаусың, сылтау іздейсің, тырыспайсың дегенді оқыдым. Сол сәтте өмірімде бірінші рет өз денемнің маған сатқындық жасаған емес, біреудің көзінде оның жеткіліксіз болып қалған сезіндім. Өтірік айта бастасам, ең қорлығы сол еді. Одан ойдан шығарылған аурулармен тығыла бастадым. Біресе қан қысым көтеріліп тұр. Шындығында жай ғана демалғым келеді. Біресе немерем келіп қалды деймін. Ол келмесе де айтам. 40 жыл бойы күйеуіме өтірік айтпағанмен, өз тыныштығымды қорғап қалу үшін бейтаныс адамға өтірік айтуға мәжбүр болдым. Бірде одан түнде сағат 10-да оралып, жатын бөлмеге жете алмадым. Кіреберістегі орындыққа отыра кетіп, жылап жібердім. Қатты емес, ауырғаннан емес. Жай ғана жаман жабылған шүмектен су аққандай көзімнен жас парлады. Үстімде күртем, аяғымда аяқ киімім, тіземде сөмкем. Өз өмірімнің қалмағанына таңғы уақыт тыныштығыма, түстегі демалысыма қол жеткізе алмайтыныма жыладым. Мұны қызым да ол шалда байқамады. Бірнеше аптадан кейін сорпа ішіп отырғанда, ол айтқан сөзінен кейін жер аяғымнан кеткендей болды. Ол мұны көптен бері көздеп жүрген екен. Тек мен көргім келмепті. Бір күні үйіме келді. Ас үйің қандай жайлы, үйің қандай тыныш деп бастаған.
Сосын пәтерімнің қабырғасы жұқа, көршімнің жүргенін ести берем деді. Артынша, 2 бөлік жүргенше, мен пәтерімді сатып, сенің қасыңа келсем деп ойлап жүрмін. Бәрібір бірге емеспіз бе? Деп қысқа ой тастады. Сол күні кешке тамақ құйып қойып, қарсысына отырдым. Ол қасықты күтпей-ақ, тыңдаш, Жәмила, сенің қасыңа көшіп келсем қайтет? Үйің үлкен, маған сенің жаныңда жақсы, неге соза береміз? Деді. Сол сәтте қолымнан қасығым түсіп кетті. Оған қарап, бір ауыз сөз айта алмадым. Ол, жас емеспіз ғой, жылдап бір-бірімізге осылай алыстан қарап жүре береміз бе? Мен ертеңнен бастап заттарымды тасып бастайым деді. Ал мен, ойланайыншы, деп әрең айттым. Ол кеткеннен кейін үйімді араладым. 40 жыл бұрын күйеуім екеуміз таңдаған түс қағаздар, біздің үйлену тойымыздың суреті, әдемі жиһаздар. Осы жерге бөтен еркек келетінін елестеттім. Ол өз шын аяғын менікінің жанына қояды. Өз тіс щеткасын менің раквинамның жанына қояды. Өз оятқышын қояды. Кешке менің теледидарымнан өз хабарларын көреді. Менің таңғы тыныштығымда дем алып жатады. Білесіздер ме, сол сәттен не сезіндім? Қуанышта емес, күдікте емес, мұңда емес. Мен терезелердің бәрін жауып, шкафқа тығылып кеттім келетін нағыз, қорқынышты үрейді сезіндім. Қонақ бөлменің ортасында еденге отыра кеттім де, ұзақ отырдым. Сондағы тыныштықта бірнеше айдан бері естімеген өз даусымды қайта естідім. Ол дауыс маған бір-ақ сөз айтты. Жетет деді. Бір аптадан кейін оның үйіне бардым. Ұзақ дайындалдым. Қағазға жазып алдым. Бірақ оның ас үйінде отырғанда сөздердің бәрі ұмытылды. Жай ғана көзіне қарап тұрып, Бердібек, бұндай жүрісті тоқтатайық. Мен бұдан әрі бұлай өмір сүре алмайым, дедім. Ол қолындағы шаныш қысымен қатып қалды. Неге шыдай алмайсың? Деді. Мен сенімен бірге тұрғым келмейді. Мұны жалғастырғым да келмейді. Кешір мені, дедім. Ол алдымен үнсіз қалды. Сосын иегі дірілдеп жылап жіберді. Дауыссыз, өксіксіз. Тек көз жасы ағарған сақалына қарай ақты. Мен отырып қарап қалдым. Ішім удай ашыды. Кейін ол ашулана бастады. Менің оны алдағанымды, үміттендіргенімді, менің жасымда адамдардың сезіммен бұлай ойнауға болмайтын айтты. Мүмкін, оныкі де дұрыс шығар, білмеймін. Мен жайлап орнынан тұрдым. Күртемді кидім. Таксиге отырып, үйіме тартып кеттім. Одан кейінгі алғашқы апталар ауыр болды. Түнде жылап шығатынмын. Өзімді құбыжықтай сезіндім. Қызым мұны естігенде ернін жыбырлатып, «Мама, тағы не болды? Неге олай жасадың? Бұдан бұлай жалғыз қалатын болдың», деп кейеді. Ал көрші тұратын құрбым кездескенде күрсініп, «Сөзімді жазып қой, әлі өкінесің», деп болжам айтты. Ал мен жай ғана үндемедім. Күттім. Бір күні таңертең ояндым. Көзімді аштым да, ойыма бірінші келген нәрсе, оған қоңырау шалудың қажеті жоқ болды. Ойыма бірінші келген нәрсе, мен өзім не қалайым деген сұрақ еді. Ас үйге бардым. Дәл өзім жақсы көретіндей етіп, самаурынға шай қайнаттым. Терезе алдына отырдым да, жанымның жай тауып қалған сезіндім. Сонда мен не түсіндім, білесіздер ме? Жалғыздықтың ең қорқыныштысы үлкен үйде жалғыз қалу емес. Ең қорқыныштысы қасыңда өзің бола алмайтын, өзіңді көрсетпей отыратын адамның болуы. Тіллә деген танысым бар. Жасы 82-де. 5 жылдан бері бір еркекпен тұрады. Жақында ол құлағыма сыбырлап, менің соңғы рет қашан тек өзім үшін күн өткізгенім есімде жоқ. Бірақ осы жасымда қайда барам, деді. Қымбаттыларым, бұл махаббат емес, бұл қорқыныш. Жалғыз қалудан қорқу, қайта бастаудан да қорқу, өз қателігіңді мойындаудан қорқу. Ал біздің жасымыздағы тыныштық сән салтанат емес. Бұл дәрімен пара-пар дүние. 3 жыл өтті. Мен ешкіммен кездеспеймін және бақыттымын. Өз басымнан өткен осы ұзақ оқиғаның қорытындысы мынау. Басқалар не ойлайды деп қорқып, еркек немесе әйел іздемеңіздер. Күн сайын кішкенеден үзіліп,
жойылып бара жатқандай сезінетін қарым-қатынаста қалмаңыздар. Бөтен адамның қасыңызда болуына келісіміңіз мәжбүрлі түрде емес, ерікті түрде болу керек. Өзіңмен өзің қала білу жаза емес. Қымбаттыларым, бұл әркімге бұйыра бермейтін үлкен бақыт. Оны әлі де лайықты болу керек. Ал енді сіздерден сұрағым келеді. Егер сізге дәл бүгін қасыңыздағы шулы адаммен өзіңізбен өзіңіз қалатын тыныш жалғыздықтың арасында таңдау жасау керек болса, қайсысын таңдар едіңіз? Маған да өзіңізге де өтірік айтпаңыздар. Егер бұл оқиға жүректеріңізге жетсе, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Мұнда мен егде жастағы өмірдің әдетте айтыла бермейтін шындығын айтып өттім. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңыз рахмет. Төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.